Бел омыртқалары вертебра lumbalis саны 5 болып келеді. Барлық омыртқаларға тән денесі болады. Денесі мойын және кеуде омыртқаларына қарағанда үлкен болып келеді. Доғасы болады. Доғасы денесіне келіп, доға аяқшалары арқылы бекінеді. Доғасы менен денесінің арасында тесігі болады, омыртқа тесігі. Омыртқа тесігі кеуде омыртқаларына қарағанда үлкендеу болып келеді. Себебі жұлынның бел бөлімінде бел сүйіскөз буылтығы түзілуіне байланысты. Келесі, доғасының шығатын өсінділері болады. Ортаңғы сызық бойында орналасқан жота өсіндісі. Мойын және кеуде омыртқаларының жота немесе қылқанды өсіндісіне қарағанда жалпақ және тік бағытталған болып келеді екен. Және көлденең өсіндісін көруге болады. Жоғарғы буындық өсінділерін және төменгі буындық өсінділерін көрсек болады. Сәйкесінше жоғарғы буын өсіндісінде жоғарғы буын беттерін көруге болады. Сосын төменгі буын өсінділерінде төменгі буын беттерін ажыратуға болады екен. Көлденең өсінділерінің және жоғарғы буын өсінділерінің арасында кішкене келген қосымша өсіндіні көруге болады. Латынша оны процессус аксессорис деп атаймыз.